үшін қуанышты күн. Ауылға кітап ал жобасы біздің мектебімізге жетті. Халқымыз өнер мен білімді қадірлеген, бүгінгі таңда барлық адамзат алдында тұрған басты мақсат білімді ұрпақтар беру. Ал ұрпақты білімді қайдан алады? Әрине кітаптан. Кітап білімнің күн шуағы десек, ізденсем білсем деген балаға кітаптың берері мол. Ата-бабамыз кітапты ерекше ақылшы ұстаз санаған. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деген қанатты сөз қалдырған. Артық білім кітапта ерінбей, оқып көруге деп Абай Құнанбайұлы айтпақшы, адам баласы үшін кітап тілсіз тәрбиеші. Кітап адам баласына бала кезінен бастап өмірінің соңына дейін сырлас дос болып алады. Ендеше осы жобаны ұйымдастырған біздің мектебіміздің оқушылары үшін ауылға кітап жобасы алып келген құрметті қонақтарымызбен таныс болайық. Федосеев Айдалин Динугалиевич, Сатубалдиева Бақыт Аманғосқызы, Күбеева Жұлдыз Маратовна. Сөз кезегін құрметті қонақтарымызға ұсынамыз. Есім Айғалиева. Мен осы мектептің 2015 жылғы түлегі боламын. Қазіргі уақытта осы Қобда ауданында жұмыс жасаймын. Сәлеметсіздер оқушылар, менің есімім Бақыт Болары. Мен осы мектепте оқығанмын, бірақ бітірмедім. бір жылға тұрды, енді бітірмедім, 10 сыныпта ауысып кеттім. Бірақ сонда да өзіме осы мектеп ыстық, сол үшін ең бірінші осы мектепке алып барайын деген идея өзімде туып, осы жаққа келіп тұрмыз. Жалпы бұл кітаптардың әкелудегі мақсаты 50 кітап. Қазіргі таңда біз білеміз, оқушылар болсын, біздің мақсатымыз 50 кітапты әкелудегі қазіргі таңда оқушылар болсын, ересектер болсын, технология мен заманның дамуына байланысты кітап оқуды қойып келе жатырмыз. Соның себебінен осы кітапты әкелуді ұйғардық. Негізгі мақсатымыз осы Қазақстанда кішкентай әрекеттер арқылы Қазақстан халқын, елін кітап оқитын елге айналдыру. Жалпы кітап демекші, балалар сіздер қалай ойлайсыздар? Кітапты не үшін оқу керек? Өз ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Кітап оқу арқылы біз қандай өзімізде өзгерістер болады? Қысылмай айта берсеңіздер болады. Кітапты не үшін оқу керек? Жалпы француз жазушысы Дидро деген былай айтып кеткен екен. Адам кітап оқымаудан, ойланбауды, кітап оқымау арқылы ойлануды тоқтатады. Яғни біздегі бүкіл мәселе кітап оқымау арқылы басталады деп ойлаймын өз басым. Яғни біздер кітап оқымау арқылы ойланбай әрекеттер жасаймыз. Оның ішіне біз өзіміз күнделікті жаңалықтардан көріп жатырмыз. Түрлі есі қылықтар барлығы осы ойланбаудан басталады. Сондай қаржылық мәселелер, қарызға бату, ажырасу, суицид деген сияқты барлығы ойланбаудан басталады. Ал біз ойлану үшін, терең ойлану үшін осы кітаптарды оқуымыз керек. Келесі. Жалпы ауылға кітап жобасы, осы ауылға кітап жобасының негізін қалаған Данияр Жігітбек деген мырза 1991 жылы туған, осы ауылға кітап ал деген компаниясының маркетологы, директоры болып табылады. Сондай-ақ кітап ал клуб қауымдастығының негізін қалаушы, көптеген кітаптардың авторы. Жоба жайлы бұл ауылдағы оқушылардың жаңадан шыққан кітапқа қолын жеткізу. Яғни қазіргі таңда әр өңірде осындай кітаптарды апару арқылы біздер оқушылардың жаңадан осы қол жеткізбей жатқан кітаптарға қолын жеткізу, сол арқылы олардың білім шырағын жағып, кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру мақсат. Қазіргі таңда мынау ескісі, бұл жерде қателеспесем 300-ге жуық ауылға осы 50 кітаптан жеткізілді. Яғни бұл жерде әр ауылдың жанашыры, еріктілері осылай 50 кітапты апарып, табыстап, түсіндіріп жеткізіп жатыр. Қазіргі таңда Ақтөбе облысында 20-ға жуық ауылға осындай 50 кітап именно қалаға емес, ауылдағы мектептерге 50 кітаптан жеткізіліп жатыр. Жалпы кітап оқудың пайдалары қандай? Негізі сіздер бала қарап нешінші сыныптан басталады, мәжілді оқушылар? 5-ші сыныптан басталады.
бар. Негізі енді база осы жастан бастап оқып бастап кетсеңіздер күшті болады әрине, бірақ өз басым мысалы кітап оқу дегенді бірінші курста бастадым ғой мен, себебі оған дейін бір қызық та болмады, ол не үшін оқу керек, оның маңызын түсінбегенбіз ғой. Сосын жүре бергенмін, сөйтіп бірінші курсқа барған кезде басқа қалаға, мен Астанада оқимын өзім, сол кезде көрдік бұрыннан бастап кеткен балалар болады екен, олардың ойлау өрісі басқа да. Сосын мен қалып кеткен едім деп сол кезде бастадым мен. Енді сіздерге тілегім осы қалауым қазірден бастап кетсеңіздер, ертең басқа қалаға, шетелге кетсеңіздер оңай болады. Қасындағы құрдастарыңызбен бірдей ойлайсыздар, бірдей тілдесіп кетуіңіз оңай болады да. Ал егер сіз мысалы қалып қойған, оқымаған болсаңыз, олармен араласу да қиын болады, ортаңыз да нашар болады. Егер қазірден кітаппен достассаңыз, ортаңыз бірден жақсара бастайды. Ол сөзсіз. Жаңа айтып кеткен Данияр Жігітбек деген осы кітап компаниясының басшысы еді ғой, сол кітаптар жазған деп. Ана қаржы қағидалары, сосын ішінде бір 2-3 кітап бар, сол кітаптың авторы, соныкін жеке көрсеңіздер, ол өте қызық кітаптар. Жаңа мынау жалпы кітаптардың шолуы, қандай кітаптар бар деген секілді. Келесін. Қаражат қайдан алынды? Ол қызық. Мектеп оқушылары оқуы тиіс қазақ тіліндегі заманауи 50 кітап. Мына жерде 50 кітап тұр. Негізгі қаражатты мен өзім сбор аштым. Сол сбор жалпы халықтың ақшасы десек болады. Соңында бір 40 мыңын неден аламыз? Волонтерский клуб бар. Сол көмектескен жалпы жабылуына. Ал оған дейінгі біраз қомақты ақшасы осы мектеп мұғалімдері бар, оқушылар бар, студенттер бар, мен таныстарым бар, оны таратуға тырыстық, содан алынған болатын. Сондықтан ана әрбір кітаптың ақшасы маңдай термен келген нәрсе, сондықтан бағаласаңыздар дейді. Келесі. Сосын не үшін біз кітап алып келеміз? Мысалы басқа да қорларды білеміз, тамақ алып бара жатады, киім беріп жатады. Ал біздің идеямыз балық бермей қармақ бер, яғни біз бағыт бағдар береміз, кітап береміз, сол арқылы оқу арқылы балалар өздері көтеріліп, дамып, ары қарай болашақ, осы Қазақстанның болашағы ғой балаларымыз деген. Сондықтан соны айтқым келген. Не үшін кітап оқу керек жаңағы? Сенің сұрағың сондай болды ма? Жаңағы осы ауылға кітап жобасын сбор ашқан кезде бізге көбіне сенбейтін, ой, қазір үлкен кісілер ғой, көбінесе кітапты не үшін алып баратсыздар, оқушылар оқымайды ғой деп. Негізі оқушылар кітап оқымайды емес, олар жаңағыдай оқитын кітаптар жоқ шығар. Сондай сұрақ қою арқылы біздер кітап алып келдік. Жаңа видеоны көрсетіп жіберсеңіз. Кітапта, интернетте кітап оқудың пайдасы туралы көп айтылады, бірақ қалай ол пайдалы және неге ол пайдалы деген сұрақтарға жауап өте аз. Өздеріңізге шынымен де осы пайдалы ма өзі? Кітап оқып бастасам ба екен деп сұрақ қойған боларсыздар. Сол сұрақтардың жауабын табатын уақыт келді. Кішкентай кезімнен бастап мен кітаппен дос болғанмын, бірақ мектеп менің кітап оқуға деген желаниямды құртты. Себебі ол жерде жасымызға қарамай, қиын, сол кездегі темаға қызық емес кітаптарды қинап оқытты. Соның кесірінен кітап оқу деген жалықтыратын, іш пыстыратын затқа айналып кетті. Сендерде де сондай болды ма? Ал әлеуметтік желілерден жылдам ақпарат алу пайда болғаннан кейін
бір іске ұзақ зейін қоя алмайсың. Содан кейін кітап оқу тек іш пыстырарлық қана емес, сонымен қатар қиын болып кетті. Фокус жоқ. Бұл реальный проблема болуы мүмкін. Ақпараттың көптігінің кесірінен бір нәрсеге зейін қою немесе бір іске зейін қоймай тыныш отыру өте қиын. 5 минуттық жұмысты істеп жатқанда телефонға 15 рет қарауымыз керек, ютубтан видео көрмей тамақ іше алмай жатамыз, ал 1 минут үнсіздікте тыныш отыру қолдан келмейтін нереальный іс секілді. Бірақ мен бір затты ұқтым. Интернет қаншалықты қызықты, қаншалықты тез болғанымен, мына кітап сияқты толық ақпаратты сізге бере алмайды. Мен түскі асты ішіп жатқан кезде көретін видеодан гөрі кітаптан алған білімді есіме тезірек сақтаймын. Бағанағы мен айтқан проблемаларды ескерсек, қазіргі заманның адамына кітап қазіргі заманда болып жатқан хаостың шипасына айналды. Көптеген жылдар бойы фокустың шашыраңқы болғанның кесірінен менің кітаппен қарым-қатынасым бұзылып кетті, қиындап кетті. Және кітапқа деген махаббат, сүйіспеншілік мектептен кейін басталады дегенге сенемін. Бірақ менде күнделікті тоқтамай оқитын әдет жетіспеді. Сондықтан мен 1 ай бойы тоқтамай кітап оқыдым және өмірімде болған өзгерістер туралы сіздермен бөліскім келіп тұр. Сәлем, менің есімім Тима және осы видеода біз кітап оқудың миға әсері қандай, кітап оқуды қалай бастау керек, кітап оқудың әдетін қалай қалыптастырса болады және кітап оқу шынымен де пайдалы ма деген бәріміздің көкейімізде жүрген сұрақтардың жауабын табатын боламыз. Кетті. Жалпы кітаптың қандай пайдасы бар десек, соған тоқталсақ. Ең алдымен кітап оқу арқылы біздің сөздік қорымыз молаяды. Яғни сіздер қазір кітап оқымаған болсаңыздар, жаңадан осы мына келген кітаптар болсын, жеңіл кітаптардан бастап оқысаңыздар болады. Солай көркем әдебиетке солай кете бересіздер. Екіншісі, кітап оқу арқылы адамның зейіні бір жерге шоғырланады. Яғни қазіргі таңда біздер криповое мышление деген қалыптасқан, яғни адамдар көп ойлана алмайды, зейінін бір нәрсеге шоғырландыра алмайды. Яғни 15 секундтық видеоларды көру арқылы біздер бір нәрсені тұрақты жасай алмаймыз. Сол себепті кітап оқу арқылы біздер зейінімізді шоғырландырып, соны арттыра аламыз. Сондай-ақ жатар кезде кітап оқу арқылы ғалымдар дәлелдеген екен, жатар кезде кітап оқу арқылы адамның қазіргі таңда білесіздер, көп адам стрессте, депрессияда, соны депрессияны жаңағыдай азайтады. Содан кейін креативтілікті дамытады. жиналады да, 1 айда 1 кітап талқылайды. Егер бір мектептен бір ерікті шықса, мүмкін енді сондай болатын болса, осы кітаптармен соны жасауға болады деп ойлаймын. Мысалы 50 кітапты айына 1 кітап оқып тұрсаңыздар, бір басшысы болса, мысалы жиналып бірнеше оқушыны, сосын ай сайын соны талқылап, қатты қиын емес негізі, бірге оқиды әркім өзі. Сосын оқығаннан кейін келіп сұрақтар қойып, ішінде не болды, қалай болды деп талқыласаңыздар деймін. Негізі көбісіне мысалы қызық емес болуы мүмкін, Назина не айтып жатыр деген ойлар болуы мүмкін. Пожалуйста, андай максимальный зейін қойып тыңдауға қызықтыру керек қой мақсатымыз сіздерді. Хотя бы бір бала болсын осыны оқып кетсе, бастап кетсе, біз үшін осыны жетістік. Сосын кеше мындай сөз оқығам. Жаңа Facebook бар, TikTok, Instagram қарайтын қарайтын адамдарды, кітап оқитын адамдар басқарады дейді. Ал егер бізді басқа біреу басқармаған қалайтын болса, онда өзіміз осыны қолға алып, өзіміз кітап оқитын болашақ ұрпақ болу керекпіз. Сол кезде біз елді басқарамыз. Бір нәрсе есіме түсіп кетті. Жаңағы біз өмір сүріп жатқан қоғамда дейді, 10% адам жақсылыққа, осындай игі істерге бастайды екен. Ал 10% адам жаман нәрселерге белсенді сондай насихат дейді, жаман нәрселерге. Ал 80% адам қайсысы жаңағы 10% ықпалды болса, соған еріп кетеді екен. Сол үшін осындай жолды таңдадық. Енді біздер тарихымызда білеміз, осы ұланғайыр жер біздің батырларымыздан, аталарымыздан білектің күшімен, найзаның ұшымен алынған, бізге қалған жер. Енді біздер осы істі осындай қалам арқылы, кітап арқылы жеткізуді қаладық. Келесі сөз кезегін Кубиева Жұлдыз Малатовна. Мен сіздермен құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгін керемет іс-шараның куәсі болып отырық. Кітап алу жобасы аясында біздің Қобда қазақ орта мектебінің түлектері Айғали мен Бақыттың келіп біздерге жастарға
мектебімізге, яғни қазақ мектебіне сый ретінде әкеліп жатқан мынадай керемет кітаптарды сыйға тартып жатыр екен. Бұл деген өте мақтанарлық, қуантарлық жағдай. Айғали, бақыт, сіздерге көптен көп рахмет. Еліміздің болашағы ертеңгі жастардың қолында демекші. Мына құрметті оқушылар, сіздерге осындай Айғали мен бақыттай жастар үлгі тұтарлықтай, мақтанарлықтай іс көрсетіп жатыр. Керемет мына кітап ал клубының оқырмандарының мүшелері, көптен көп сіздерге рахмет. Мынау енді оқушылар біздің жаңағы алдағы уақытта да сіздің бүгінгі бастамаңызды ары қарай жалғастырып алып кетеді деген сенімдеміз. Сіздерге еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Алдағы уақытта да осы бастамаңыз жалғасын таба берсін. Өте керемет, қанша жаңа видеороликтер көріп жатыр. Яғни өздеріңіздің мақсаттарыңызда Қазақстанның түкпір-түкпірінде ауыл аймақтарының, ауылдардың жаңағыдай осындай жастарға деп арнап шығарып жатқан кітаптарды, яғни жеткізу мақсатында жұмыстанып жатыр екенсіздер. Осы жұмыстану барысында сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет көп. Қайырлы күн, тағы да құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, құрметті бүгінгі ерекше іс-шарамыздың қонақтарымыз, осындай ерекше қозғалыстың жаңағы ауданымыз бойынша басқарушылар деп сіздерді білеміз. Бүгін міне таныс болып отырмыз. Құрметті оқушылар, әрине міне заманның өзгеруіне байланысты қазір сіздердің ата-аналарыңыз, сіздердің ұстаздарыңыз, шынымен де оқушылар көп кітапқа назар аудармайды екен. Негізгі ұялы телефон, теледидар, ноутбук пен планшет айналысатын бос уақытта сондай құралдардан алатын ақпаратқа үйреніп кеткенбіз. Мойындаймыз ба? Мойындаймыз ба? Шын ғой? Иә. Сіздердің жаңағы жастарыңызда біз болғанда, біздің жаңағы кітап оқу, ол ең сүйікті істердің біреуі болды. Біз кітапты сөмкеде тасып, тек қана оқулықты емес, қосымша әдебиеттерді сабақтың үстінде оқитын едік. Кейде ескерту алатын едік. Мысалыға, технология сабақтың үстінде мұғалімнің тапсырмасын тез етіп орындап тастап мүмкін ұқыпты да емес, бірақ та не үшін соны тез жасап тастағыңыз келді? Себебі оны қоя тұрып, сүйікті кітапты ашып оқу үшін. Сосын ол кезде қазір міне сіздер туған күндеріңізге, әртүрлі мерекелерге алатын сыйлықтарыңыз қандай деп мысал келтіре аласыздар, оқушылар? Қандай сыйлық сыйлайды сіздерге? Жақындарыңыз, ата-аналарыңыз, немесе достарыңыз? 1-2 мысал. Ойыншық, солай ғой? Шын ба? Сосын айта ғой. Жеткізіңіз, кім ләззат әдебиет? Мопед, өте дұрыс. Сосын дұрыс, велосипед, дұрыс. Сосын иә, сосын ақша деп отыр міне. Иә, шын. Дұрыс, рахмет жауап бергендеріңізге. Рахмет. Бір керемет кездер болып, біздің балалық шағымызда, біздің жастық кезімізде ең күшті сыйлық ол кітап деген ұғым болды біздерде. Міне бүгінгі іс-шараның нәтижесінде ең керемет сыйлық кітап деп біздің жастарымыз, болашақтарымыз осындай ойға тәрбиелесек,
мақсатымызға жеттік деп айта аламыз. Ең күшті міне сыйлықтың біреуі бүгін мектебімізге жеткізілді. Жоғарыда айтып кеткендей, мында бір алғысымызды білдіреміз сіздерге. Ол өте сауапқа толы әрекет, себебі осы кітаптардың ішінде қаншама ой, қаншама ақыл біздің балаларымызға рухани дамуына үлкен үлес деп түсінеміз. Сондықтан осы іс-шараға біз мектеп парламентін шақырдық. Мектеп парламентінің мүшелері бері қарай шығыңыздар. Және осы кітаптарды табыс ету рәсімінде орындап шығайық. Мына жерге тұрыңыздар. Құрметті қонақтар, өз қолыңызбен мына кітаптарыңызды яғни мектеп парламенті мүшелері оқушыларымызға жеткізеді және оқуға ықпал жасайды деп сенеміз. Болады. Парақтарын ақтарып, әкем отырсықтанып, қарап қалса мәссаған суреттер тұр топтанып. Анам және кітапты оқып жүр ғой тұрақты. Жауабы бар дейді ол, іздеп жүрген сұрақтың. Ағарып атқан таңның нұрынан ғана ұққанмын. Халқымның тарих тағдырын кітаптан оқып шыққанмын. Көз тартып мұқаба, оқушы қауым қолғалар. Қалың ба мейлі жұқа ма, жүкке кітап жол табар. Жүктеген поезд ырғағы, ақынның отты жырлары. Әлемнің жұмбақ сырлары кітапта тұр бәрі. Бір ой келіп түркіге, кітап алды қолына, қалғып мүлгіп үлкіде, қарады әрбір жолына. Деп оқыды кепкені, түлкі айлакер, түлкі ойлы, осыған ол мақтанып, жақсы кітап деп қойды. Тағы оқыды сол түлкі, тауық ұрлап жетті ғой, сонда түлкі ренжіп, мылжың кітап депті ғой. Кітап сенің жолдасың, жаныңды ұғар мұңдасың, жалғыздықтың күйінен құтқаратын сырласың. Серіккенде сенің кім, көңіліңді аулайтын, арқа сүйер сүйрегің, кітап болар алдайтын. Кітапсыз болар, білім тұл, кітаппен қызық әлем бол. Кітапты өзіне дос қылса, білімді болар қызбен ол. Кітап оқы жалықпа, биікке самғап қалықта. Кітаптан алған ілімнің пайдасы тисін халыққа. Бұлағы болған білімнің, байлығы ол тіліңнің. Кітап тұрса сөреңде, мәнісі әрбір күніңнің. Әліппеден басталған құштарлығым білімге, кітап бетін ашқаннан оқимын көп білуге. Ұрпағы үшін даналар, өнеге үлгі жазыпты, сол кітаптан балалар алады мол азықты. Жазушы мен ақында айналады жақынға. Кітап білім сандығы, іші толған ақылға. Жақсы әңгіме өлеңде, әр бетінен табамын. Ертегінің көлемде оқи алар баламын. Мол қызыққа батамын. Кітап білім бұлағы деген сөзі атамның есімде ылғи тұрады. Күндіз түні бұрқанып, шығып жатқан көп кітап, кейбіреуі олардың бұл әлемде жоқ кітап. Нұрға бөліп жанымды, ұмытылмас мәңгілік жүрміз ғой бәріміз рухани нағыл.
біз еріктілер тобы болып ауылға кітап жобасы бойынша Қобда ауданы, Қобда ауылы, Қобда қазақ орта мектебіне 50 кітапты табыстаған болатынбыз. Бұл жобаның мақсаты ауыл балаларындағы, ауыл мектептеріндегі оқушыларды заманауи тұлғалық даму кітаптарын табыстау. Яғни қазіргі таңда кітап оқу насихаты мәдениеті кейінге шегеріп баратқандықтан осы жоба арқылы кітапқа деген қызығушылығын арттыру, кітап оқу мәдениетін қалыптастыру.